Бүгін 2022 жылдың 5 мамыры. Обзорда МТЗ 892-2 тракторы бірінші рет техникалық қызмет көрсетілейін деп жатыр, яғни техобслуживание. Міне барлық майлар әкелініп қойылды. Фильтр, ана қапшықтың ішінде фильтр, ана заттар. Трактордың өзі. Бірінші техникалық қызмет көрсету, техобслуживание 30 сағатта деді. Сол бойынша наглядно көрсетіп жіберейін, қазір табыл осының бәрін. Так, міне массаны қостым. 30 сағат көрініп тұр ғой. Қазір барлық майларын ауыстырамыз. Ауыстыру барысында, майын ағызу барысында, құю барысында қайттан түсіріп отырам видеоға. Так, майды ауыстырып бастадық. Қазір мотордың майын ағызып жатырмық. Міне тағы да бір сағатын көрсетіп жіберейін, 30 сағат. Содан кейін қазір майды ағызып жатқанымызды и фильтрді ауыстырып жатқанымызды көрсетейін. Майды ағызып қойдық осылай. Тұрады ағызып. Май тап-таза. Так, міне бізде фильтр. Вот, новый фильтр, они салып жатқанымыз. Старым көрсетші. Старым, да. Все, дальше кеттік онда. Так, жұмыстар жалғасуда. Передний мосттың бортовой. Осылай ағызып жатырмық. Доғалақ шешкен жоқпыз. Бір жағынан двигательге майды құйып жатырмық уже. Фильтрді салдық. Фильтрді жудық, майын ауыстырдық. Мұнда екінші бортовойдың майын ағызып отырмық. Мына жағы болды, ағып, сарқып соңына дейін ауыстырып. Әлі құйған жоқпыз, дайындап қойдық. Так, ал бортовойды ағызып қойдық, до конца ағысын. Мосттың крышкасын ағытып, майын сливать етіп жатырмық. Май кетіп жатыр. Так, міне нижний крышкаде магнитте міне мындай стружкалар бар. Бортовойда да болды, кішкене. Мынанікі енді молынан. Дальше қазір тағы түсірем. Перерывпен нені құйып жатырмын, майды. Коробкаға. Ойдан. Возможность болып снимать етіп жатырмын. Осылай, короче. Так, таотницаларды смазкілеп жатырмық, міне. Почти бәрін болып қалдық смазкілеп. Емінде редукторын майын ағызып қойдық. Жаңада май ұямыз. Двигатель, коробка, мосттар, бортовойлар, радиатор бәрін ауыстырып қойдық, жеткіздік.
Так, барлық жерде суын алып болдық. Ағызып, алмастырып, майын, суын. Енді мұндай босап кеткен гайка болттарды қатайтып жатырық. Алты жағы, артқы жағы. Так, тракторға техникалық қызмет көрсету жұмыстары осымен аяқталды. Қысқаша тағы түсіндіріп өтейін. Передний мост. Мынарадан слив. Уровень. Міне уровень. Құйып, ағызып, құйып осы арадан ауыстырсаңыздар болады. Передний мосттың бортовой. Бір жағы, бір жағы. Астында слив. Мына жерде мынарадан қоясыздар. Мына аяқ бортовойдың ар жағында крышкасы. Сапон үстінде. Мынау цилиндр гордікі. Көрдіңіздер ғой. Майлап қойдық. Астынан үстінен трактордың алдыңғы жағы бойынша майлайтын жерлері болса. Антифриз зеленый. Ағызып, ойдан құйып, сөйтіп қойдық. Моторға келетін болсақ, фильтр масляный новыйдан салдық. Ненің ішін жудық, майын ауыстырдық. Тағында жұмыстар істедік. Редуктор. Міне астында слив. Аяқтан құйып, майын ауыстырдық. Коробка, слив. И мосттың несін көрсеңіздер, әне қарайып тұр. Тоже задний мосттың сливы. Енді бұлда коробканың майын іштен құяды екен. Мына жерде нені ашасыздар? Поликті. Полик ашқаннан кейін мынарада міне болт бар, 5 болт оңға ағытып, соның ішіне крышканы ашсаңыздар, коробканың майын құятын жер сонда. Так, мұнда құжаттар қолданылған майлар шығар. Так, масло ТАТ Unix 10 литрден 6 бачок дейді, 60 литр алғамыз. Бұл енді передний мост, задний мост, коробка, барлық жері қолданылады. Екінші масло Лукойл Авангард 15-40, 15 литр двигательдің несі, қозғалтқыштың майы. Смазка литол. Сол. Тыңдағандарыңызға рахмет. Біреуге осы видеоның пайдасы тиеді деген үміттемін.